Бүгінгі әңгімеміз мен дегенім сен деген тақырыпқа байланысты болмақ. Мен дегенім сен. Ол нені білдіреді? Жалпы бұл тақырып қазір әлемде өте көкейкесті мәселе болып жатыр. Себебі қазір Шәкәрімнің өлеңінен бір мысал келтіре отырып, осыны айтайық. Тамам жан өзін өзі мен деседі, өзгелерді жатырқап сен деседі. Біз дейтұғын бір елді таба алмайсың, бұл қайтып әділетпен теңдеседі. Ойласаң, барша адамзат туған бауыр, бірін бірі шұқылап қылды жауыр. Балалық айуандықтан шыққан ел жоқ, бұл сөзім талай жанға тисе ауыр. Мінекей, қараңыздар. Мен дегенім сен, яғни Шәкәрімнің ілімі бойынша, мен бұл Шәкәрім ілімін туралы тақырыпты қозғап отырған себебім, әркім осы Шәкәрімді әртүрлі зерттейді, әртүрлі қарастырып жүр. Соның ішінде Шәкәрімді белгілі бір шеңберге, белгілі бір дінге, немесе белгілі бір ағымға оны байлап қойға болмайды. Ол кісінің өз салған сара жолы бар. Ол сара жолдың біздің заманымызда өте сондай қажетті, көкейкесті сара жол болып табылады. Яғни біз енді осы қазіргі заман және өзіміз осы айтып отырған Абай, Шәкәрім ойшылдардың ілімі бізге қандай қатынас, олардың ілімдерінің бізге қандай қатынасы бар деген сұраққа келіп тоқталайық. Шәкәрім ілімінде мынау жар деген метафора бар, символдық метафора. Жар деген жаратушы, бірақ оны да жарды бір арнайы бір дінге, не ілімге салып қарастырмайды. Жар ол Шәкәрімнің ар ілімі бойынша қарастырылады. Ар ілімінде жар деген жаратушы дегенді білдіреді. Ал жаратушы қайда деген сұраққа Шәкәрім бабамыз адам бойына жан келгенде, адам дүниеге келгенде жанмен келеді. Сол жан келгенде жанмен бірге жаратушы да келеді деп айтады. Біз сол жаратушыны қалай сезінеміз? Біз ол жаратушыны өмірде ар ұятымыз арқылы сезінеміз. Яғни біздің арымыз, ұжданымыз, сол ұжданымыз не дейді? Сол біздің жаратушымыз. Міне оны қысқаша айтатын болсақ, солай болып табылады. Ал енді қазір осы мен дегенім сен, яғни Шәкәрім ілімінде ешқандай бөтен нәрсе жоқ. Бүкіл бізді қоршаған нәрсенің бәрі менімен, жанымен байланысты, менімен байланысты, яғни әр адамның өзімен байланысты екен туралы айтылады. Мәселен, не істесең де өзіңе келеді, яғни өзіңе келмейді, өзіңде болады. Не істесең де өзіңе істелінеді. Не істесең де өзің, нені сезсең де өзің деген мәселеге келейік. Бұл өте жауапты мәселе. Қазіргі кезде міне пандемия деп жатырмыз. Қазіргі кезде осы бүкіл әлемдік экономикалық дағдарыс мәселесін бастан кешіріп отырмыз. Осы мағынасында бұл дағдарыс дегеннің де өзі адамның ойлап табылған нәрсесі, ол да адамның басында тұрған нәрсе. Мына жанында ол дағдарыс деген жоқ, жан жасампаз нәрсе екені туралы тағы да біз әңгімелерімізде айтамыз. Енді мына мәселеге келейік. Мен дегенім сен дегенді Шәкәрім қалай түсіндіретінін айтқымыз келсек, оның шығармалары, оның аудармалары арқылы келгіміз келеді. Мәселен, Лев Толстойдан аударған Асархидон Лаили деген әңгімесі бар Шәкәрім. Осы Асархидон Лаили әңгімесінде Асархидон деген патша, Асурия патшасы болыпты дейді. Осы Асархидон патша өзі жатып алып, бір бөлмеде жатып алып, бөлмесінде жатып алып, ойлап жатыр дейді. Көршілес Лайли деген ел бар. Сол бай елді қалай шауып алсам екен деп, қалай Лайлидің елін шауып алам, сосын Лайли деген патшасын сол ұстап алып, оны қалай қинап өлтірем деп ойлап жатады. Міне сөйтіп ойлап жатқан кезде аяқ астынан бір шал пайда бола кетті дейді. Сол шал келіп айтты дейді. Сен Асархидонсың деп айтты дейді. Я, мен Асархидонмын деп айтты. Жоқ, сен Асархидон емессің, Лайлисің деп айтты. Қалай мен Лайлимін деп айтты. Мен Асархидонмын, мен Лайлиді қалай қинап өлтірем деп ойланып жатқан жоқпын ба дейді. Жоқ, мен сен Асархидон емессің, Лайлисің. Мен саған осыны қазір дәлелдеймін деп айтады да, Асархидонға шылапшынды алып келіп, легенді алып келіп, оның басын еңкейтіп, үстінен кесемен су құя бастайды. Сол суды құйған кезде шылапшын толы суға басын малып алған Асархидон өзінің Лайли болып жатқан және оны Асархидонның қалай аузын сүңгіні аузынан тығып, желкесіне шығарып қинап жатқанын көріп,
ойбай қиналып жатқанын өзін лайли ретінде сезінеді де, ойбай өлдім деген кезде басын шапшына жұлып алады екен. Міне сол легеннен басын жұлып алған кезде ол өзінің лайли болғанын, сол кезде басы суда жатқан кезде лайли болғанын сезінеді. Міне шал айтады, міне көрдің бе дейді сол кезде, сен өзіңді Асархидон деп ойлайсың, сен лайлисың дейді. Сен тұр ғой дейді, анау жүрген құландар, анау жүрген аңдар, жануарлар, олардың бәрі сенсің, сенен бөтен емес, ол сенсің дейді. Олардың да өмір сүргісі келеді, оларға да жан керек дейді, оларға да өмір керек дейді. Мінекей деп айтқаннан кейін Асархидон осы шалдың осы сөзінен кейін барлық патшалығын баласына беріп, өзі ешкімге зияндық қылмаңдар, қылған зияндықтарың өздеріңе тиеді екен деп жар салып уағыз айта бастаған екен дейді. Осының бәрі қарап отырсаңыздар, 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында дүниеге келген еңбектер болса да, осының өзі қаншалықты көкейкесті біз адам баласы ретінде ойлануға шақырып отқан дүние ғой. Ендеше қазір мен дегенім сен, әлемде менен басқа ешкім жоқ екенін түсіну, бұл өте әр адамға қажет нәрсе. Не үшін қажет? Біз қазір тазарғымыз келеді, біз аурудан жазғымыз келеді, біз игілікке жеткіміз келеді, отбасымыздың болашағы тынышты, игілікті, барлығы қолжетімді болса екен деп армандаймыз. Ал осы арманымыздың бәрі орындалу үшін осы мен мен сенің бір екенін түсіну қажеттілігі туындап отыр. Жалпы 21 ғасыр ойшылдарының біразы, оның ішінде Кришнамурти деген үнді ойшылы, бұл дүние жүзінде осы 21 ғасыр 3 ойшыл болса, соның біреуі Киркегор, оның біреуі Кришнамурти. Сол Кришнамурти деп жүр негізінде энциклопедияларда. Сол Кришнамуртидің ілімін мен жас кезімде онша түсіне алмап едім. Кейін осы қайтадан сол кісіні оқып, оның ағылшын тіліндегі бейне жазбаларын тыңдай отырып, шәкәрім ілімімен сол ол енді Америкада туып өскен, Индияда туып өсіп, ағылшында жас шағын өткізіп, Англияда жас шағын өткізіп, соңғы өмірін Америкада өткізген дүниежүзіне белгілі ойшыл. Сол кісінің де айтар, біздің адамның жалғыз ойы деген болмайды екен. Біздің мысалы біреуміз Нұр-Сұлтан қаласында тұратын болсақ, Нұр-Сұлтан қаласында қандай адамдардың ой болса, соның ойының бәрі біздің миымыздан өтіп шығып отырады, күндіз өтіп шығып отырады. Сондықтан менікі, менің ойым дегеннің бәрі бос сөз екен. Менікі дегеннің бәрі оныкі деп Абай айтады, бірақ ол басқа мәселе. Ол біздің қолымызда ештеңе жоқ дейді. Бірақ мына жерде менің ойым деген жоқ, бәрі бір мына толқын сияқты адамдардың ойы біздің бірімізге біріміз кіріп шығып отырады екен, ойларымыз. Сонда біздің ойымыз, мысалы қазір адамдардың ойында дағдарыс, қиыншылық туралы қатты уайым жүріп жатса, ол да біздің ойымызға кіріп, ол да біздің миымызға әсер етпеу үшін біз ол ойды алып тастап отырмыз керекпіз. Жоқ, дағдарыс деген біздің басымызда тұр, ол жанымызда тұрған жоқ. Жанда басқа нәрсе тұр, жанда жасампаз, ол мәңгі жасайтын, ол адамға нағыз таза сана беретін, нағыз біздің арымыз, ұятымыз, біздің досымыз ретінде қабылдау керекпіз. Яғни осы мәселе біздің келешектің мәселесі, біз тағы да осыны қарауымыз керекпіз, біз осыны ойлануымыз керекпіз. Не үшін біз денсаулығымыз мықты болу үшін да осы керек. Қазір міне вакцина алып жатырмыз, неше түрлі жаңағы вирустар келіп жатыр деп ойлап отырмыз. Осының бәрі баста тұрған нәрсе. Мына жанды тыңдасақ, ешқандай вирус жоқ. Біздің ұлт ретінде, халық ретінде, әлем ретінде, жалпы планетамыздың аман сақтап қалу үшін бізге керек осы сұрақтарды игеруіміз керек. Бізге керегі басқаны мен деп түсіну, мен мен сен деген жоқ екенін білу. Тамам жан өзіне өзі мен деседі, басқалар жатырқап сен деседі деген шәкәрімнің ар іліміндегі осы айтылған сөзді қатты ойлануымыз керекпіз.